Бәріне сәлем достар, қалайсыңдар, сендермен бірге дейді. Иә достар, короче, біз бүгін Майнкрафтта кім жеңімпаз деген ойынды ойнайтын боламыз, және де менің қасымда Сезім. Бәріне сәлем достар. Иә достар, бұл ойынды түсінбеген болсаңдар, короче, бұл ойын бізде кім жеңімпаз деген ойын болады. Бізде 3 кезең болады бұл жерде. И бұл кезеңдерде біз 3 кезеңде кім бүткіл ұтатын болады, сол жеңімпаз болады. Сендер арна тіркелі лайктарын басып кетіңдер, ал біз кеттік. Короче, достар, бізде бірінші кезең. Короче, бұл жерде біз бұрынғы демей қояйық, но трендте болған ойындарды ойнайтын боламыз. Бірінші кезең бізде неқта мобтар көп болып кетсе, мен артынан жүрші. Короче, бірінші кезден бізде анандай болады, кто лучше врет деген ойын болып еді. TikTokта білесіңдер ма? Сол болады. Короче, достар, бізде мені Сезім на бетте тұрады, мен на бетте тұрамын, и Сезім бірінші қолына бірдеңе алады, и мен ол нәрсені придумать етуім керек. Давай, Сезім қолына бірдеңені абал сен, и біз бүйтіп не ұшып, не сығырайып қарамаймыз, яма Сезім? Қазір мен қолыма алайын. И білетін шығарсыңдар, я ол ойынды. Дайте түсіндірмей қойын, давайте Сезім қолына қарап тұрайық де. На шетте тұрайық. Так, бізде Сезім зат абасын. Дайте қолына ұстап тұр ол нәрсені. Қолыма емес, андай немен қойып қойдым. Мақұл бопты. Дайте ол нәрсе не? Ол нәрсе? Неге қолданамыз көп нәрсе? Біз оны киім, я? Броня сондайларға жатады, я? Ал ол нәрсе железадан жасалған ба? Ну, железа дегенде сондай нелерден жасалған ба, типа? Железалардан жасалған ба? Железадан? Иә. Ой, мен қарамадым, мына жаба салшы. Ваняда өзіміздің выживаниямызда всегда жасаймыз ба? Жоқ. Жасамаймыз, я? Жоқ. Значит, достар, бұл бізде не емес, железный немесе так сонда бронялар емес, бұл особенно бірдеңе. Омен біз басқа порталдарға түскенде жасаймыз, ала аламыз ба? Иә. Элитра ма? Иә. Кәні? Такс. Негізі бұл жерде врет дейтін ғой? Иә, врет қой, дұрыс қой. Врет помайсың ба? Короче, достар, мен бұны тауыптым. Элитра, потому что выживанияда жасай алмаймыз деді. Сезім өтірік айтамайды екен. Дайте келесте мен қолмалы. Короче, достар, қарандар, мен мынандай нәрсе алған болдым. Сезім қарамай, ама? Қарама, кән, сен сүйерде тұр болдым. Такс, бізде все. Ладно, қолма ұстап тұра берейін. Ол қандай цвет? Бұның цветі розовый. Иә. Розовый? Иә, розовый түсті болады. Бұл жануар ма? Жоқ, жануар емес. Жұмыртқа деген жануарды қолына ұсталдым десем. Тағда. Бұны неге қолданылады? Бұл көбінесе түнде қолданылатын нәрсе ғой. Түнде ғана қолданамыз біз. Түнде? Иә. Біз түнде не қолданатын едік? Бұл меш па? Меч емес. Жоқ, мечті түнде ғана қолданбаймыз ғой. Тағда. Бұл не үшін керек? Бұл ма? Иә. Біз жақсы өмір сүруіміз үшін керек. Жануарға қатысты жоқ екен, иә? Ну, жануарға қатысты емес, бірақ жануардан жасалады ал. Подсказка. Жестко подсказка. Нерде біреу жүр ғой? Басқа. Жоқ екен ғой шырқада. Қатты розовый. Бұл не ма? Нетін түнде қолданылады деп тұрсың ғой? Иә. Төсек па? Иә, дұрыс, төсек таптың. Міне розовый кровать. Короче, достар, бізде Сезім әрен дегенде 2 минут па өтті. Сезім әрен тапқан болатын. Дайте біз келесі раундтарды бастаймыз. Короче, достар, бізде екінші раунд мынандай болатын болады. Қарандар, бізде анандай болып еді трендте типа соқтармен істейтінші, білесіңдер ма? Короче, мен на жерге қазір бізде мысалы болатын қатысатын блоктарды мен на жерлерге қоямыз типа, и сол блоктарды Сезімнің қолдарына беріп қоямыз, либо Сезім қолына да сол блоктарды береміз,
етеміз. И мен қолыма да тура сол блоктарды алатын боламын да. И мен мына жерде тұрып, міне, сезім сен де түсінбедің ғой. Міне мына жерде тұрып сол блоктарды орындарын жатастырып қоямын да. И сезім мына жерде тұрып, сәл артта тұрады да. И соларды орындармен қою керек мына жерге. Сезім былай келіп қарамайды. Только мынау соңғы мына бір блоктан осы жерде тұрасың, осы жерде. Түсіндің ба? Точно түсіндің ба? Иә. Бопты. Короче, мен қолыма блоктарды алайын. Короче, достар, міне біз дайындалдық. Мен қолымда 5 блоктар и менде барын тура сезімге бердім мен, потому что сол блоктарды қойып шығады. Дайте біз орындарын ауыстырып, сезім көрініп тұрған жоқ па саған? Жоқ, көрінбейді. Так, сезімді тексеріп келейік. Бірінші ұшып секіріп қарама. Міне достар, сендерге де көрсетіп кетейік. Мына секірінші. Все, міне сезім осы жерде тұрып қояды. Сезім жақындамайды. Жақындағанда да қатты нетпейді. Біз дуалдан нетеміз. Короче, көрінбейді. Болдым. Енді сен де алып қоя берден болады. Көрініп тұрған жоқ па блоктар? Жоқ. Нау. Ойбай. Көп емес. Бірінші қойып алсын, кейін біз дұрыс немесе дұрыс емесін тексереміз. Короче, бізде сезім Қанша блок негізі? қолымдағы бүткіл блок. Қойып алсын сезім. Так, бізде қанша дұрыс екен мен қазір айтамын. Бізде сенде 2 ғана дұрыс. 2? Иә, 2 ғана дұрыс. Аха. Ондайса мен мына алтынды қалдырайын. Алып. Өтірік айтам. Ей, сенде 3 дұрыс екен, 3. Орнына қояйын. Бізде 5 блок, иә? Қараңдар достар, мынау дұрыс, мынау қате, дұрыс, қате дейік, а то сезім жаттап алмасын сөзімізді. Дайте. Короче, достар, бізде сезім әлі де ойланып жатыр. Көрінбей ме саған? Вообще сен ұшып жүрген жоқсың ба? Нормально көрінбейді екен. Бізде нормально. Енді көрші қанша дұрыс. Так, бізде 3 дұрыс екен. 3. Мынаны алтынаған ауыстырсам. Мынаны не кереген? Сезім бізде әлі де ойлану үстінде тұр. Дайте. Миым қатып кетті ғой менің. Енді. Так, бізде 1, 2 ғана дұрыс. 2. Ондайса, мынау может быть нерде. Ой, короче, достар, міне сезім ойланып жатыр. Әлі алмазды біресе алып қойып жатыр. Но таба алмай жатыр әлі де. Сезім сенде қанша 3 дұрыс дедім, иә? Иә. Ана нерге қойып көрейін. Енді бәрі дұрыс. Наконец-то тапты, жарты сағат ойланды достар бар ғой. Ана только 2-ның орнын ауыстырмады, дұрыс міне. Короче, достар, бізде сезім өзім блоктарын берді, маған мені мынандайлар берді. Короче, осындайларын беріп тастаған болатын, өзі қоятын. Міне, мына жақта сезім әлі қоймады, но давайте қойсын. Мен арт қарап тұрам, сен қойып ал тез. Болды. Болды ба? Иә. Так, все, бізге көрмейді, мен ұшып тұрмын ба? Все нормально. Так, бізде мен қалай қойсам болады? Так, бізде давайте мынадан бастап қоя берейік. Бірінші тура осылай берілген мен қойып шығайын. Мынау кейін давайте мынаны қояйын, мёдты қояйын. Так, саған көрініп тұр ғой, мен қойып атқандарым. Все, осыны қоя берейін ба? Давайте шөпті қояйын. И 5 болды ма? Мына мен 5 болады. Болды, дұрыс па? 1 ғана дұрыс. 1? Қойш? Иә, 1 ғана дұрыс. Так, бізде онда дайте, достар, 1 ғана дұрыс екен менде. Дайте біз мына жақтан бастап проверить етеміз. Дайте, допустим, мынаны проверить етейік бірінші. Бізде дайте намен блокпен мюттың мынаны мына жаққа жіберейін да. Осыны жаққа қойып, мютты мына жерге қойсам қанша болады? 1 ма әлі? Значит, достар, бұлардың орны ауыспайды екен. Значит, бізде, давайте мыналарды керісінше қойып көреміз. Мысалы, қалай тұр? Керісінше де көрек, бәрі мүмкін болу керек. Дайте осылай, мынау,
кейін мынау мед мына жерге шөп и бізде мынау кирпичі. Так, мыналар сындырып тастаймын. Сезім сенікі әлі көрінбеді маған. Все. Сындырып тастадым, сенікін көрмедім. Қаншау дұрыс? Біреу. Өлі? Не? Дұрыс? Қош? Бәрі дұрыс па прям? Да. Епа, достар, қараңдар, мен вообще сезімдікін көрмедім. Просто сендердің көздерінше орындарын ауыстырып қоя салдым. Қараңдар еще. Тұрған орнын сезімнен артық жақсы ойланады екенмін. Вообще сендердің көздерінше істеп тұрдым, қарамадым да, ештеңе істемедім. Короче, достар, біз мені дайынбыз. Сезім мынау тұр мына жерде. Мына жерде тұр, дайынсың ба сезім? Иә. Так, спинт болып жатқан жоқ па? Жоқ. Нормально ма? Қана. Все. Сен де выживаниядасың ғой, иә? Қана тексеріп алайық сезімді. Қат тұрмай? Все, нормально, иә? Иә, бұл. Құндылды, иә? Ары тұрып, 3 дегенде 3 бой болады. Короче, 3 дегенде бастайтын боламыз. Дайте. 1, 2, 3 басталды. Сезім қорқақ менен қайталап жатыр. Ей! Қайда жүр? Сезім, достар, короче, мен істеген нәрсем бәрін істеп жатыр. Ну, это очевидно, менен қайталайды. Дайте, тез ұрып тастайық сезімді. Мына жақта пинг болып кетті, сезім байқадың ба? Дайте, ұрып тастайық сезімді тоже. Ойбай. Менде әлі қыпым нормально. Короче, сезімді ұрып алайын. Қатып қалды, иә? Пинг болып қалды. Короче, дөйін жеп алайын. Біз де әлі жалғасып жатырмын. Бастадық біз. Дайте, сезімді ұрып алайық. Басталды деп қойдым мен. Басталды деп қойдым. Дайте, сезімді ұрып тастайық. Ұрайық и қорғанаймыз. Нормально. Сезім менен қайталау керек қазір. Жоқ. Нормально, короче. Дайте. Біз өлмейміз әлі. Так, бізде әлі қыпым кетпепті менің. Сезімге жүгіреміз. Ұрамыз. Дайте. Достар, бізде ойын шарты өзгерді. Міне, бізде только зачарованный алма көп болып кетті, байқаған болатындар. Сол үшін біз өлмей кеттік, байқадыңдар ма? И бізде только екеумізде де 5 зачарованный алмадан бар. Дайте, енді дайынсыз ба сезім? Иә. Дайте, онда қыпын нормально ғой, иә? Давай, 1, 2, 3. Басталды, все. Так, жеп аламыз да, и сезімге шабуылға ашамыз. Дайте, ұрып тастайық сезімді. Ұрамыз. Қыпыға да қарап отыру керек, себебі қыпы прям кетіп қалады. Дайте, ой, мен удар вообще тиматыр. Давайте, алма жеп алайық. Нормально. Мен ба? Ну, достар, бізде кішігірім пинг болып жатыр. Сол үшін біз нормально шайқасамай жатыр. Өзімізге де бұл минус болып жатыр. Дайте, сезімге жүгірек. То есть, сезім не істеп жатырсың? Плей. И солай қыпысын келетіреміз. Тұрсай бұл, сезім шетпен қашан қорғанасың? Просто жаным аз. Мен жаным көп дедім ба? Дайте, шеті сынып қалатын шығар. Шетін қыпысы қандай? Көрші? Оны көріп отырсам, сен өлтіріп тастайсың ба? О, все, достар, ұтылды. Қолымна ұстағын тотемін көмектеспеді ма? Менде де бар. Короче, мен жеңімпаз болдым. Өздерінің куә болған шығарсыңдар. Екінші бой болсын ба, болмай қойсын ба? Сезім? Керек емес па? Короче, достар, осы жерден видеоны аяқтайтын болам. Сендерге видео ұнаса артынан тіркел лайктарын басып кетіңдер. Және де мен қасымда, менің жанымде, менің қарсыласым болған сезім. Сау болыңдар, достар. Короче, бізде осындай шайқас болған болатын. Видеоны артынан тіркел лайктарын басып кетіңдер. Ал біз кеттік, давайте.